Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақ дайындаймыз. Небәрі 20 минутта дайын болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен 2 стақан жылы суымызды құйып аламыз. Үлкен қасықпен жарты қасық тұзымызды саламыз. Бір жарым қасық дрожж саламыз. Және 1 қасық үлкен қасықпен қантымызды саламыз. Барлығын араластырамыз. Және көз мөлшермен ұнымызды саламыз. Өте жұмсақ қылдырып илеуіміз керек. Ұнды аз-аздан сала отырып, осындай қалыпқа жеткіземіз. Қамырымыз қатты болып қалмауы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қалыпқа келуі керек. Және бетін жауып, жылы жерге 20-25 минутқа қоямыз. Қамырды жылы жерге орап қойғандықтан, менің қамырым 20 минутта ашыды. Енді осыны жайып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен арнайы мына жерге мата төсеп қойдым. Бұл бауырсақтың матасы. Осының үстіне бөлінген бөлшектерді барлығын қойып шығатын боламын. Сосын майымды қыздырып пісіремін. Ашыған қамырды қайта араластырмаймын. Мен осылай ұн сеуіп, жайып аламын және бірнеше бөліктерге стаканмен кесіп аламын. Қалыңдығын жақыннан көрсеттім. Міне осындай қалыңдықта болу керек. Өте жұқа қылып жаймаңыздар. Барлығын осылай кесіп алдым. Енді майымды қыздырып пісіретін боламын. Оңай әрі тез әрі жұмсақ дайындалатын бауырсақтарымыз дайын. Ешқандай артық затсыз, үйдегі бар затпен жасалатын бауырсақтар өте дәмді. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.